Саламатсыздарбы, 7 класстын окуучулары. Бүгүн биз силер менен теңдештиктерди далилдөө деген теманы кошо үйрөнөбүз. Китебибиздин 172 бетинде. Теңдештерди далилдөө. Өзгөмөлөрдүн каалаган маанилеринде туура болгон барабардык теңдештик деп аталат. Мындай айтканда, эки жагы бири-бирине эмне болуш керек? Барабар болгондо гана биз эмне дейбиз? Теңдештик деп атайбыз. Теңдештикти далилдөө үчүн туюнтманы теңдеш өзгөртүүнү пайдаланышат дейт. Туюнтманы эмне кылат экенбиз? Теңдеш кылып өзгөртүп алат экенбиз. Эми биринчи мисалыбызды карайлы. Барабардын бул жагына биринчи туюнтмабыз, барабардын бул жагын эмне? Экинчи туюнтмабыз деп алайлы. Экөөнү теңдештигин далилдөө үчүн же бул туюнтманы бул акыбалга алып келем, же бул туюнтманы бул акыбалга экөөнү окшош түргө жазып алышым керек. Анда мен биринчи туюнтмамы көбөйтүүчүгө ажыратып жазып алайын. X, Y минус 3Y кайша калып жазсам болот, минус плюс минус 5X плюс 16 деп жазсам болот. Бул жерден экөөнүн тең окшош эмне бар? Y бар. Аны кайшанын сыртынан мен чыгарсам болот? Y чыгарсам болот. Бул жерден X минус 3 калат. Экөөнүн тең бул жерден кайшанын сыртына минус 5ти чыгарсам, минус 5 чыгарсам, X 16 неме деп жазып алсам болот мен? 15 плюс 1 деп жазып алайын. Минус 5 көтү X минус 3 15 болду, плюс 1 бул жакта калды. Эми X минус 3 экөөнү окшош экен. Анда X минус 3 өзү жазылат. Каша Y минус 5 булар жазылдык. Плюс 1. Окшош болдубу? Биринчи туюнтмабыз экинчиге. X минус 3, Y минус 5 плюс 1. Окшош болду. Демек, бул теңдештикти далилдедик. Биз экөөнү барабардын сол жагынан барабардын оң жагы бири-бирине барабар экенин далилдедик. Экинчи мисалыбызды карайлы. Бул жакта эки жагы тең экен. Көбөйтүүчүгө ажыратылып берилиптир. Биз муну экөөнү тең эмне көбөйтүп жазып алайлы биринчи анда. Биринчи теңдемем жаздым анда. Буну ар бирине көбөйтүп чыгам да. Буну үйрөнгөнбүз мынага чейин. А квадрат плюс 2а минус 4а минус 8 барабар. Булар кемтилет? А квадрат минус 2а минус 8 калат. Бул эмне? Биринчи туюнтмабыз. Экинчи туюнтманы жазайын. Бул жерде плюс 4 бар. А квадрат плюс 2 минус плюс 4 бар. Плюс 4 кылатырган болсок, буга А квадрат минус 2а минус 4 болуп калат бул жерде. Буну көтөрө турган болсом, А квадрат минус 3а плюс А минус 3 минус 1 болот. Минус 1 нол. Бул кемтилсе, А квадрат минус 2а минус 4. А квадрат минус 2а минус 4, А квадрат 2а минус 4. Не болду? Экөө бири-бирине, биринчи туюнтма, экинчи туюнтма бири-бирине окшош экен. Анда бул биз эмне кылдык? Теңдеш экенин далилдедик. Үчүнчү мисалыбыз, кашанын сыртында M бар экен. Бул эмне кылабыз? Ар бирине көбөйтүп чыгабыз. Көбөйтүп чыга турган болсок, биринчибиз, бул жак биринчибиз, бул жак экинчибиз дейли. M квадрат минус Mn минус MK болот. MK барабарбы? Минус Mn минус MK минус минус болот. Экөөнү көбөйткөндө плюс M квадрат болот. Эми мунун алда ордун алмашуусу өзгөрбөйт. Алдыга жазып алайын. M квадрат минус Mn минус MK деп жазып алсам болот. Не болду? M квадрат минус Mn MK барабарбы? M квадрат минус Mn минус MK-га. Ооба барабар. Анда биз дагы эмне кылдык? Мында теңдеш экенин далилдедик. 772 суроонун A'сын иштейли. Бул жерде эмне экен? Кашанын ичинде дагы бир каша бар экен. Анда биз эмне кылабыз? Биринчи
Нол жақты бірінші туйтмазы алып, бұл жақты екінші туйтмазы алайлы. Bir диштейін анда. Нол жерде ачылған бірінші. 10a минус қаша. Қашаның içinde минус болса, içindегі белгілер өзгереді. Не болып шығады бұл жерде? Минус 5a минус 20 болып шығады. Барабар. Бұл дағын қашан сыртына минус бар екен, дағын белгілер өзгертеді. 10a минус плюс 5a плюс 20 болады. Екі қосылады. Қоша тұрған болсақ, 15a плюс 20. Біз не алдық? Теңдештіктің туйтмасы сол жағын іштедік. Екіншісі оң жағын іштейлі. 5 көйтілген 3a плюс 4 дегені. Бұны әрбіне көйтіп шығамды. 15a плюс 20 болып қалды. 15a плюс 20, 15a плюс 20. Не қылдық? Бұның дағын теңдеш екенін дәлелдедік. 778 сұраудың асын іште отағыз. Бұл жерде бірінші жағыз, бұл екінші жағыз, барабарлық. Дәлелдеш үшін мелаз, бұл көйтушілерді ажыратсақ болады, же бұны көйтушілерге кіргізсек болады. Айырмасы жоқ, қайсыны қайсыса қалып қойса бұл өреді. Бұл жақ бірінші дейін, бұл жақты екінші дейін. Екіншіні мен мелайын іштеп көрейін. A плюс 2, A плюс 5. Ереже бойынша неміз әрбіні көйтіп жоғазы. A квадрат плюс 5A плюс 2A плюс 10 болады. A квадрат плюс 2-ні қоша тұрған болсақ, 7A плюс 10. A квадрат плюс 7A плюс 10 болды оны екінші жағыз, оға. Бұл жақ A квадрат плюс 7A плюс 10. Демек, екі оқшыш болды, оға. Теңдештікті мелдік дәлелдеген болдық. 780 сұраудың G-сын іште отағыз. Y-дің 4-інші сериясы минус Y квадрат плюс 1, Y квадрат минус 1, қашан сыртына квадраты бар екен. Мұны іштейін мен, екіншісіне, бұл біріншісіне, екіншісі. Y-дің квадраты минус 1-дің квадраты. Бұны мәнісемде, бұны екі жолынан іштесек болады. Қаласақ, формула сасақ болады, қаласақ көйтіп іштесек болады. Екі жолда тең, немесі жоқ. Бұның формасы A минус B-ның квадраты болады, A квадрат минус 2AB плюс B квадрат болады. Бұл формула салсақ. Формуланы іштеп көрелі, қошасыларына. Бірінші A-ның квадраты, Y квадраттың анда мес ұлқат, квадрат ұлқат. Минус 2 көйтілген, Y квадрат көйтілген 1. Плюс 1-дің квадраты болды. Y-дің 4-ті минус 2Y-дің квадраты плюс 1. Екі оқшаш болды. Y-дің 4-ті минус Y квадрат плюс 1. Y-дің 4-ті минус 2Y квадрат плюс 1. Жоқ, оқшаш болды. Демек, екілмекен бұл түйінтімалар теңдеш емес екен. Ушул суроону дагы экинчи жолуна сурасак, экинчи жолуна иштейли. Y квадрат минус 1-дің квадрат десе, бул 2 деген сөз, ушул өзүнөн 2 бар деген түшүндүрөт. Анда Y квадрат минус 1 көйтүлгөн Y квадрат минус 1 деп жазып алсам болот. Эрежеге байланыштуу арбини көйтүп чыгам. Көйтө турамыз. Y-дің 4-ті минус Y квадрат минус Y квадрат плюс 1. Y-дің 4-ті минус 2Y квадрат плюс 1. Не oldu? Екі жолының тең жоғыз бірдейлі болды. Жігіттер. Не қылдық біз бүгін? Бүгін біз теңдештіктерді дәлелдеу деген теманы үйрендік. Мұнда айтқанда көп мүшелерді қосып, кемітіп, көйтіп, бөліп, теңдештіктерді дәлелдеп барын үйрендік. Бұйырса, саламатта қала. Кейінгі сабаққа чейін.